Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балықты қуырып көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, ас болсын. Ең алдымен балықтарды бөлікке бөліп аламыз. Содан кейін бір ыдысқа ұн дайындап, сол ұнға бір-бірден аунатып, қызып тұрған майға қуырып отырамыз. Мінекей менің майым қызып дайын тұр. Енді осылай жаймен бір-бірден салып қуыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қызарған кезде, сарғайған кезде екінші жағына аударып отырамыз. Балық жегені өте жақсы, бірақ оның пайдасы да өте көп екен. Соны айтып кететін болсам, көру қабілетін жақсартады, адамның жүйке жүйесін жақсартады екен, және де адамның өмір сүру ұзақтығын арттырады екен. Сол себепті балық жиі жеп жүріңіздер, өте пайдасы көп. Осылай барлығын кезек-кезегімен қуырып аламыз. Ендігі кезекте табанымызды қыздырып, сарымсағымызды қуырып, үстіне картопымызды саламыз. Мен жаңағы қуырылған балықтарымды картоппен бірге дайындайтын боламын. Картопымызды салып, оның үстіне жаңағы балықтарымызды қуырылған бұқтыратын боламын. Балықтарды қуырған кезде дұрыс піспеуі мүмкін. Сол себепті дұрыс піспеген жерлері осылай бұқтырған кезде толықтай дәмді болып пісіп шығады. Картоппен пісіру-пісірмеу өз қалауларыңызда. Егер де балықтың өзін ғана бұқтыратын болсаңыздар, осы табаға кішкене төменнен су құйып, соған қойып, 15-20 минуттай бұқтырып аласыздар. Мінекей мен барлығын бетін жауып бұқтырып алдым. Бізде дайын болды. Ас болсын. Осы видео бойынша қуырып көріңіздер. Ешқандай қиындық жоқ, қарапайым, дәмді болып шығады.